Үшінші мысал. Y квадрат тең 4x және y тең x түзулерімен шектелген фигураның ауданын табу керек. Y квадрат 4x-тан y-ті табатын болсақ, квадрат тубырасында 4x, ол 2 тубырас x-қа тең. Енді осы екі сызықтың қиылысқан нүктесін табу үшін 2 тубырас x тең x дейміз да, бұдан x тапсақ 0 және 4 нүктелерінде қиылысады. Графигін салып көрсететін болсақ, y тең 2 тубырас x графигі, мынау y тең x-тің графигі. Сонда мынау қиықша болып көрініп тұрған фигураның ауданын табу керек. Ол үшін s тең 0 мен 4-тің арасында 2 тубырас x алынған x-ті x өрнегінің интегралын есептейміз. 2 тубырасты x-тің алғашқы функциясы 4x тубырас x бөлінген 3, минус x-тің алғашқы функциясы x квадрат бөлінген 2, 0 мен 4-тің арасындағы айырмасын есептейміз. Бірінші өрнекке 4-ті қоятын болсақ, 10 бүтін 3-тен 2 алу 8, бұдан айырмасын тапсақ 2,3-тен 2 квадрат бірлікке тең болады. Төртінші мысал. Y тең x квадрат параболасын 0 мен 2 кесінісінде абсцисса өсімен қатысты айландырғанда шыққанда дененің көлемін есептеу керек. Дененің көлемін есептеу формуласы v тең π көбейтілген a мен b-ның арасында f квадрат x dx интегралын есептеумен шығарылады. Ендеше осы дененің көлемін есептеу үшін v тең π, 0 мен 2 аралығында x квадраттың квадраты dx. Бұдан x-тің 4 дәрежесінің алғашқы функциясы x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 көбейтілген π, 0 мен 2 арасындағы мәнін есептейміз. π көбейтілген 5-тен 32 алынған 0. Бұны есептейтін болсақ 6,4 π куб бірлікке тең болып шығады.